тексерілді. Полицейлермен барлығы 737 автокөлік тоқтатылып тексерілген. Нәтижесінде құжаттар тексеру кезіндегі кемшіліктер кеңінен орын алғаны белгілі болды. Өздерімен бірге тиісті құжаттар болмағандар қатарында 621 көлік жүргізушісі бар. Олардың барлығы Қазақстан азаматтары. Ал 116 шетел азаматтары көлік құралын басқару кезінде өздерімен бірге тиісті құжаттары болмай шыққан. Қазақстан Республикасына келіп кету ережелерін өрескел бұзып, 394 баппен жауапкершілікке барлығы 280 шетел азаматтары тартылып отыр. Шетел азаматтарын түсіндіретіні біздің жағдайымыз жақсы болатын болса Қазақстанға келеміз бе дейді. Бірақ енді көбі лұқсатты жұмыс жасатқан олардың көбін лұқсатты жұмыс жасайтын себебі жергілікті жердің азаматтары өзіміздің солардың жұмыстарын күш жұмыстарын шетел күштерін пайдаланады заңсыз. Негізгі ар жағындағы соларға заң бұзушылығы біздің қабылдау жағына байланысты. Енді олардан сұрайтын болсақ, мен машинада олар пайдаланып арзан күш ретінде пайдаланатын болса, мен нем бар деген сияқты заңсыз машинасын сенім хатпен береді. Енді көбі енді мойындамайды жұмыс жасап жатыр деп. Ұсталған уақытта мен жаңағы мен жолаушыны алып баратырмын деген мойындамайды. Бұл ағамнан алған, інімнен алған, досымнан алған машина деп мойындамай алады. Оларға енді дәлелденетін қазақтар болмаған үшін оларды келу біздің 27-ші бап бар. Көші-қон заңнамаларына байланысты соған байланысты күндерін, келу күндерін, болу күндерін қысқартып шешім қабылдаймыз. Ал нағыз анықталған құқығы бұзылған болатын болса, әкімшілік шараға заңды түрінде қолданып шара қолданылады. Біздің қабылдаушы жағы Қазақстандағы тұратын азаматтар, шетел азаматтарын заңсыз пайдаланған үшін оларды да жазаға тартылады. Уақытында тіркетпеген үшін заңсыз жұмыс күшін пайдаланғаны бар, автотранспортпен қамтамасыз еткені бар заңсыз түрінде. Соған байланысты барлық әкімшілік жолменен шара қолданылады. Шетел азаматтарына келу кету ережесін сақтамаған үшін оларға да әкімшілік жолмен шара қолданылады. Мамандандырылған әкімшілік сотының шешімімен 21 шетелдік азамат Қазақстан Республикасы аумағынан шығарылды. Әкімшілік жазаға 111 жергілікті тұрғын тартылған. Олардың қатарында лауазым иелері де бар. 378 бап, яғни құжатсыз және тіркеусіз мекенжайда тұруға мүмкіндік жасаған үшін 45 адам. Шетел азаматтарының келіп кету ережелерін бұзғандығын біле тұра, мәліметті жасырған үшін 59 адам. Арзан жұмыс күшін пайдаланғаны үшін 7 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Рейд барысында көбіне автобус және жеңіл автокөліктер жиналатын аялдамаларға назар аударылып, негізгі тексерулер осы бағытта жүргізілген. Заңсыз көші-қонмен күресу жеке арнайы ротасы бар. Ол осы жұмыс жасайды. Өзінің тексеріс жолында 2 маршрут бар. Жоғарғы жақ, қала бойынша жоғарғы жақ, астыңғы жақ дейді қалада. Сол маршруты бойынша тексеру кезінде анықталған шетел азаматтар болса, ұсталып, алып келіп, анықталып, бізде мұнда сол заңсыз көші-қон ротасының бөлімінде не бар, арнайы бөлім бар. Бөлініп қойған қызметкерлермен солармен тексеріліп, тіркеуде тұрма, заңды жүрме, жоқ па, сол бойынша толықтай тексеріледі, содан кейін барып шешім қабылданады. Әкімшілік шара қолдана ма, қолданбай ма, заңды ма, заңсыз ба. Сосын ол әкімшілік қолданатын уақытта оның қорғаушы болады, шетел азаматтар болады, тіл білмесе тілмәші болады, аударушы. Сол сияқты егерде өрескел бұзған заңды өрескел бұзған шетел азаматтарын сот жолымен жөретін болсақ, барлық құжаттарын жинақтап арнайы мамандандырылған сотқа жіберіледі. Сол жақтан шешім қабылданады. Я болмаса ол жақта шешім, я болмаса айыппұлмен шеттен шығарылу шешімдері қабылданады. Әкімшілік жолға, әкімшілік кодексіне байланысты сәйкес. Бірлескен тексеру көрсетіп отырғандай, заңды тек шетелдіктер ғана емес, жергілікті азаматтарымызда өрескел бұзатын болып шықты. Көлік құралын басқарған жүргізушілердің көбі қажетті құжатсыз автокөлікке отырған. Қадағалау кезінде көші-қон және жол сақшыларының анықтағаны көбіне жүргізу куәліксіз, сенімхатсыз көлікке отырғандар көп кездескен. Ішкі істер департаменті қабылдау бөлім орнына жеке бастары анықталмаған 13 адам уақытша қамауға алынды. Ереже бойынша Қазақстан Республикасына келген әрбір шетел азаматы 5 тәулік мерзім ішінде ішкі істер органында құжатын тіркеуге тиіс. Егерде аталмыш талаптар орындалмаса, шетел азаматтарының жауапкершіліктен қашып құтылуы мүмкін емес екендігін көші-қон полициясындағылар ескертеді.
suicidal, suicidal.